Ассалаумағалейкум, қадірлі жамағат. Дүниеден қазақтың ұлы ақыны, біртуар тұлғасы Мұхтар Шаханұлы өтті. Мұхтар ағамыз өмір бойы ақиқат үшін айқасып, шындық үшін күресіп, жалғандықты әшкерелеп келген еді. Осы қайтыс болуымен де бұл дүниенің де фәни дүниенің жалған екенін әшкерелеп бара жатыр. Біз 20 ғасырдың аңызда болған, абызда болған алып ақынымен бір дәуірде өмір сүргеніміз үшін бақытты болып қалдық артында. Мынау қазақта ақындар өлген соң ғана құрметтеледі. Абайда, Қасымда, Мағжанда, Мұқағали мен Төлегенде солай болған. Ал бірақ көз тірісінде бүкіл халықтың сүйіспеншілігіне бөленіп, даңқтың барлық биігіне көтерілген қазақ даласында жалғыз ақын ол Мұхтар Шаханұлы. Мұхтар Шаханұлы ақынның батыр болуы керектігін, батырдың ақын болуы керектігін Ер-Махамбеттен кейін дәлелдеген, айқын дәлелдеген ақын. Сондықтан да ол Махамбетті өзінің ұлы ұстазы тұтты. Кешегі 70 жыл жел тимеген Кеңес империясының керегесін қаусатқан, керегесін бұзған, алғаш бұзған желтоқсан дауылы біздің дауылпаз ақынның дауысында Кремльдің қабырғасын шайқап жүргенін, бүкіл дүние жүзіне дүбірі жеткенін жақсы білесіздер. Ал мемлекеттік тіліміз екеу болғалы тұрғанда атып тұрып, әйтпесе 2 желтоқсан болады деп, мемлекеттік тілді жалғыз алып қалғанда біздің осы Мұхтар ағамыз еді. Негізі Мұхтар ағамыз туа бітті, қанына біткен, қайсар, намыскер, қаһарман. Оны қайдан білуге болады? Мен бір мысал айтып берейін. Кеңес одағының кезінде делегациямен Испанияға барады. Испанияда Барселона стадионында 100 мыңға жуық бүкіл елден келген бұқа сайысы өтіп жатады. Сонда бұқа сайысын жүргізіп жатқан, анда бұқа сайысында көп ішінде адам өледі екен, сайысушы адам. Соны ескертіп жүргізуші. Ал енді осында 100 мыңдай адам отыр, бүкіл әлемден келген. Кім бізде бұқаға шығып сайысады деген. Сонда 100 мыңнан адам бір адамды тырс етпеген. Сол жердегі испандықтар да күнде айқасып жүрген. Сонда делегацияның ішінде бір әйел бар екен. Біздің арамызда еркек жоқ екен ғой деп. Оны естіген Мұқаң шыдап тұра ма? Атып барып, стадионға секіріп түскен. Суреті бар, сол суреті. Ол секіріп түсіп қана қоймай, бұқаның алдында, дәу қызыл көз бұқаның алдында қызыл матасын көлбеңдеп кәдімгі тұрған суреті бар. Халық қатты риза болып, қол шапалақтаған қызметшілер жүгіріп келіп, бұқаны өздеріне бұрып әкетіп, қошеметтеп шығарып салған. Бұдан нені білдіреді? Оның тұла бойы туа бітті батырлығын білдірсе керек. Енді мынау кеше Ажарлы Алматы, Асқақ Алатау, мынау Асқарұлын қимай шығарып салды. Мен талай ұлылардың көбісінде болдым шығарып салуда. Ғабит Мүсірепте болдым, Қонаевта болдым, Шәмші Қалдаяқта болдым, Өзбекәлі Жәнібекте болдым. Солардың ішінде дәл сондай адам көп есепсіз жиналған халықтың қоштап шығарып салуын кеше Алматыда көп болдық. Алматыға рахмет, құрметтеп, алып та қалғысы келді, бірақ біз ақынның ақырғы аманатын орындап, еліне, жеріне жеткізіп, Алматыдан шыққан қаралы көш кеше осы киелі Түркістан Отырар өңірінде қасиетті Арыстан-Мұратқа келіп маңдай тіреді. Артында еңбек сіңірген осындай Серікжан ағаларымыздай серке сенімділері, мемлекет және қоғам қайраткері Қуаныш Айтахановтай жаңағы ағаларымыз бастап шықты. Біз қостап, Әлімжан, Қалекең, Ертай бауырларымыз алып кеше осында келіп, үйіне бір күн түнеттік міне. Ақынның ақырғы аманаты орындалып жатыр деуге айқын себеп болады. Мынау ұлылар мекені Отырар. Отырардан кеткен Әл-Фараби Адамзаттың ұлы ұстазы елде оралмай аңсап өтіп шетелде көз жұмды. 1000 жылдан кейін топырағы келді. Ұлылар мекенінен кеткен ұлы перзенттердің көбісі еліне оралмады. Ал
өлеңнің бәрінде туған жердің қадірін ең жоғары көретін Мұхтар ағамыз ұлы ақын ұлы даласына қайтып оралды. Еліне келді, мәңгілікке келді. Жаны мәңгі осында жай таппақ. Кешегі мысалы, әлеуметтік желіде мен жариялап едім, бір күнде 100 мыңнан аса адам қолдап, мыңдаған қолдау, көңіл айту жазып жатыр. Қырғыздар, өзбектер, түріктер жазып жатыр, Әзербайжандар. Соның ішінде Атыраудан бір ақсақал жазыпты. Бізден делегация қоштасуға барады екен. Мені қосыңдаршы, зейнетақыммен өзім төлеймін жолды деп. Мында көрдіңіздер ме, ақынға деген халықтың махаббатын, халықтың ықыласын, халық үшін күресіп өткен ақын мен ал халықты 30 жыл билеп төстегендердің ғұмыры салыстырсаң аспан мен жерде екенін міне осыдан ақ білуге болады. Уақыт бәрін өз орнына қояды дегеніміз де осы. Ақынның ақырғы аманаты орындалды. Енді ең басты аманаты қалды. Ол қандай аманат? Мұхтар Шаханов 70-ке толғанда да, 80-ге толып осы жерде той өткенде мен Ақжолдың алаш арыстарынан алған алтын медалін кеудесіне тағып тұрып айтып едім. Сіз мынау мемлекеттік тілімізді заңды тұғырына қондырғанша, мемлекеттік тіл туралы заң қабылданғанша, ана дүниеге кетуге, аттануға хақыңыз жоқ деп. Бірақ Алла сізіне амал жоқ, өмір бойы ел үшін, жер үшін, тіл үшін күресті. Енді ақынның ең басты аманатын артында қалған ізбасарлар біз орындаймыз деп семсер ақынның басында серт етеміз. Біз ақын ағаның аманатын орындаймыз. Туған жердің төсінде жаның жәннеттен жай тауып, пейіште рухың шалқи берсін аға. Ақыл бол, мұзбалақ аға, Мұхтар ағамыз. Амин.